Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді медовик тортын дайындаймыз. Бізге керегі 4 жұмыртқа, 110 грамм бал, 150 грамм сары май, 1 чайный ложка сода, 280 грамм ұн, 150 грамм құмшекер қажет. Табамызды қыздырып, майымызды саламыз. Оның үстінен балымызды саламыз. Үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Содамызға 1 чайный ложка су құйып, араластырып, үстінен құямыз. Бізде осындай реакция жүруі қажет. Суытып аламыз, бөлек ыдысқа құйып алып, жұмыртқамызды кезекпен кезек отырып араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп, салып араластырамыз. Пергамент қағазына 4 ас қасықтан салып, жаямыз. 4 корж шығады. Менде диаметрі 260 сантиметр. Осылай біркелкі етіп жаямыз. Біркелкі етіп топ-томалақ қылып шығарамыз. Креміне 250 грамм құмшекер, 200 грамм ұн және жарты литр сүт қажет. Құмшекерімізді салып, ұнымызды саламыз. Үстінен сүтіміздің жартысын құйып алып, каша тәрізді етіп жасап аламыз. Оның үстінен қалған сүтімізді құйып, астын жай қойып, қыздырып, жақсылап араластырамыз. Тоқтатпастан араластырып тұру қажет. Одан соң бөлме температурасына сары майымызды салып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай масса шығу қажет. Коржымыздың жан-жағындағыларын алып, кесіп аламыз. 4 ас қасықтан кремін ортасына салып, жағамыз. Екінші бөлігін қойып, 4 қасықтан салып, жағамыз. Осылай барлық корждарды қойып, жағып шығып, жан-жағына жаңағы артылған коржды кескенімізді жағып, әсемдеп шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.